мынау программаны бейімдеу деген жерінен бастап қазақстандық үлесті қосып жіберуге болады. Программаны жасаудың өзінің бір сатылары бар. Оны жобалайды, оны жасайды, оны тестлейді, келесі сатыда оны бейімдейді, үйретеді. Бізге мына бейімдеу, үйрету дегенді міндетті түрде Қазақстанға лайықты қылып жасату керек. Ол мысалы алып келгеннен кейін оны бейімдеп үйретуді қазақтар үйретпесе, оны кім үйретеді қазаққа? Біздің Қазақстан мамандарын сол жерге жіберіп оқытып, сол жерде сол программа бізге келмей жатып, ал сол жерге барып оқытып, оны жаздырып, заңды жақтарын бәрін қарастырып, бұл жерде тағы әр кез келген программаның қауіпсіздігі деген болады. Сол қауіпсіздігінің әртүрлі кластары болады. Мынау программалық құрал сатуға шықты болды, ол белгілі бір тестілеу жүйенің нақты қауіпсіз мынандай классқа жатады. А классына жатады, Б классына жатады, С классына жатады деген қауіпсіздігі бар. Өйткені программа дегеніміз қазір мына темір-терсектің барлығын бір кезде жоқ қылатын зат. Мына Иракты бір кезде өшіріп тастады интернеттің барлығын. Мысалы біз қазір электрондық мемлекетте құрастырып жатырмыз. Ол өте қауіпсіз болу керек. Оның ішіне кірген қандай да бір шетелдік программа кірсе, оның ішінде қауіпсіздігі болу керек. Осы жерде Қазақстанның үлесі мынау қауіпсіз арқылы, бейімдеу арқылы мына программалық жасаудың, мысалы, егер ол 100%, бәрі 100% десек, қазақстандық үлесті 70%-ға дейін көтеріп жіберуге болады. Осыны дұрыс қойып жатса, біз осыны Қазақстанға бейімдеу арқылы, қауіпсіздікті талап ету арқылы қазақстандық үлесті 70%-ға көтеріп жіберуге болады. Енді жалпы елімізде мынау Қазақстанның ақпарат айдынына енгеніне де бірталай уақыт болды. Бірақ жаңа сөзіңізден оқып отырғаным, біз компьютерді жасамаймыз, жинаймыз, ұялы телефонды да жасамаймыз, тек жинаймыз. Оның арасында мынау компьютерді пайдаланатын программаларды да біз жасаймыз, тек дайын өнім ретінде сатып алып отырмыз. Осының себебі неде? Бізде маман жоқ па, жоқ әлде біз дайынды құрастырып беруге машықтанып алғанбыз ба? Бұл оңай жол. Негізінде мынау қазақты ақымақ деп көрсету ол өте бекер. Мысалы, көп жерде біз естіп жатамыз, қазақтар ерінше, қазақтар білмейді, бізге шетелден әкелу керек деген, ол саясат, тап-таза саясат. Егер мысалы, мынау IT саласы емес, қазақтың жай ғана мына құрылыс жұмысын жасаған кезде, қазақтар еріншек деп содан басталады, оны құрылыста дұрыс істемеді деп. Бұл жерде мынау білім беру жүйесі, білім беру, мысалы, құрылыстың жұмысын үйрету, қандай да бір қарапайым жұмысты үйрету, ол сертификатпен болу керек. Сертификатпен жұмыс істесе, ол сертификатты беретін тегін орындар болу керек. Мына мысалы қарапайым қара жұмысты тегін үйретіп, тамағын бергізіп, жатқызып, тегін үйретіп, қолына сертификат беріп, сертификат осы ұйымда берілді деген дерекқорға кіріп, сол кезде маған мынау қара жұмыс болсын, қандай да бір жұмыс болсын, маман келіп маған сізге қызмет көрсетемін десе, мен компьютерге кірейін де, сол саладағы сертификаттың нақтылығын тексеріп алған болды. Соңынан барып ол кісіге сенемді, ақшаны беремді, жұмыс өткіземін. Әйтпесе мынау қазақтарға жаманат келтіріп отырған осындай қарапайым жұмысшылар. Өйткені олардың сертификаттары жоқ, қара жұмысқа оқу керек емес деп ойлайды. А қазір барлық жұмысты оқып, біліп, нақты ғана істеу керек. Сондықтан мына IT саласына келетін болсақ, бұл жерде сертификат да нақты қойылған, диплом да беріліп жатыр. Әр қазір айтишниктің дипломын көрсетсеңіз, мына біздің мамандардың 3-тен 2 бөлігі IT саласындағы мамандар. Бірақ біздің бұл сала неге дамымай жатыр? Бұл жерде білім беру жүйесі басқа нысандарды көздеп отырды. Басқа нысандар, олар мысалы кредиттік технология деді, тағы да бір басқа нысандарды көздеп, мынау білімнің ерекшелігіне назар аударған жоқ. IT саласы деген ол ерекше. Оны стандартқа салып жіберіп, мына тіл үйрету ерекше десек, IT саласы да ерекше. Бұл жерде білім беруде, мысалы, біз бұрын совет заманынан бізде қалыптасып қалған фундаменталдық білім береміз дейміз. Фундаменталдық білім береміз деп көптеген университеттер мынау информатиканың фундаменталды жағына ғана назар аударып жатыр. Ал фундаменталды жағын ғалым деген ол мынау дамудың төбесінде тұрған ол. Ол жерге көп маман керек емес. Ол жерде іріктеп бір 10 керемет маман болса, Қазақстан бойынша жетіп жатыр.
Сол 10 маманның біреусі Нобель премиясын алсын, жетіп жатыр. Ол мамандар іріктеліп келетін мамандар. А бізге фундаменталдық білімді жайып отыр, міне прям табаққа жайып отыр. Содан кейін оны шоқ балалар жеймей отыр. Ал енді бұл жерде мынау информатиканың екі жағы бар. Бұл біріншіден мына машық арқылы заттарды істеп үйрету керек. Ол радиоэлектроника. Бұрын совет заманында соны бастады кезінде. Соның арқасында СССР-де кезінде компьютерлер шыққан. Мына біздің ЕС дегендер. Содан кейін сол кезде мына компьютердің платасын паят еткізіп, мына құрастырғызып, схемасын сыздырып, мен өзім сол дипломды осындай схема арқылы жасағам. Схема арқылы жасап, көрсетіп, осылай біз осыны көздедік, осыны мақсат қойдық, осындай нәтиже алдық деп диплом жасаған кезінде. Сол білім бізде болды. Сол білімнің бәрін бүйтіп жоққа жіберді. Неге? Біріншіден біз дамудың келесі сатысына өттік. Келесі сатысын жай ғана сөзбен баяндап отыр жеңіл болды да, мынау құралдарды бірге алып кірген жоқ. Мына лабораториялар болу керек. Әр вузда, әр мынау біздің жоғарғы оқу білім беретін ұйымда информатика саласы ол үлкен бір факультет болу керек. Көптеген тәжірибелі лаборатория болу керек. Ол лабораторияның ішінде, мына ішіндегі құралдың барлығын бала қолмен ұстап көру керек. Бұл өте қиын емес. Оны, мысалы, мынандай бір, мына BIS деген схемалар бастаған, большая интегральная схема деген. BIS шыққалы бері модульдік программалауға көшті де, мынау IT саласы. Сол кезден бастап біз қалып қалдық. Мына BIS-қа дейін біз бәрін бірге алып келе жатқанбыз. Қай жерде транзистор тұрады, қай жерде полупроводник тұрады, қай жерде қандай резистор, қандай конденсатор, біз оның бәрін біліп отырғанбыз. Ал енді қазір BIS дегеніміз ол бір кішкентай ғана түйіннің ішінде үлкен мына жапырақ, мынау столдың бетіне схемасын бәрін жасайтын болсақ, столдың бетіне кіреді. Кішкентай ғана түйменің ішіне соны салып жіберді. Кремний арқылы, мына кремний жасау, сол кремний арқылы микроплаталар жасау. Бұлар, мысалы, мынау полупроводник, құнды ерекше металдар дейді ғой. Сол ерекше металдар бізде бар, мысалы. Біз оны қолданып, негізінде болашақта біз ол бәрі біздің қолымызда болу керек. А біз соны игеріп жатқан жоқпыз. Оның ешқандай мынау ғылыми тұрғыда қиындығы жоқ. Тек қана методикалық әдістемелер жасау керек. Бұны жасағанда, мысалы, әлі де қазір бізде радиоэлектронщиктер бар, керемет. Қазірде мынау шетелдіктер, мысалы, олар бостан-бос милары бірден ақылды болып кетіп жатқан жоқ қой. Олардың да үйрету әдістемелері бар. Олар компьютер жасауды микросхеманы зерттеу арқылы жасайды. Тағы да, мысалы, компьютер жасап үйрену оп-оңай. Оның тек қана бір мақсат қойсақ, компьютер шығарамыз деп. Қалай да болса өзіміздің компьютерді шығарамыз деп. Оны жасаудың әртүрлі жолы бар. Ең оңай жолы сол технологияны сатып әкелу. Сатып әкеліп, сол технологияны құру, мысалы. Бірақ ол жерде біз қазір енді көріп отырмыз, нақты приборлар бар, олар мынау микросхема платаны, қазір адам шұқылап отырмайды, автоматта да печатный платамен жасай береді. Бірден тас. Бізге ол тек қана сол технологияны біліп отырғанда, приборлар да керек, анаусы да керек, мынаусы да керек. Бізге ең болмаса мына студенттерге үйрету үшін, мысалы, уже керек емес оларға технология. Ең болмаса сол технологияны әкеліп балаларға қолмен істетіп көрсету керек. Солар арқылы біз қазір енді, мысалы, дамудың сатысы қай жаққа қарай бара жатыр. Біз енді ондай компьютерді жасамаймыз, мынау. Олардың жасап жатқан компьютерін жасамаймыз. Енді біз қазір компьютердің келесі сатысындағысын жасаймыз. Келесі сатысындағы компьютер ол ұялы телефонның технологиясымен жасалған. Бұл әрбір жұмыстың бір оның ғана функциясы болады, мысалы. Жаңа, біз қазір компьютер жасамаймыз, келесі сатысын жасаймыз, ол мамандар дайын ба? Жоқ, келесі сатысын жасау қазір бізге жеңілірек болып отыр. Өйткені біз анау үлкен құралы бізге қазір керек емес, бұрынғы компьютер жасау құралдар керек емес. Өйткені мынау мынандай әрбір заводтың, мысалы, істеп жатқан құралының өмірі болады, моральдық өмірі болады. Мысалы, бізге қазір бұрынғы ЕС-тер керек емес қой. Олардың моральды уже қажет емес, өмірге қажет емес заттар, оның өмірі бітті дейді. Сол сияқты көптеген технологияның белгілі шағын өмірі болады. Сол шағын өмірі, мысалы, мына үлкен компьютерлердің өмірі кетіп бара жатыр кешегіге. Бірақ басқа технологияның өмірі енді басталып жатыр.
сол басталған кезде бізде қосылып кетуге мүмкіндік бар бізге. Артынан қуып жету қиын ғой енді. Ал бірақ мына басталып жатқан іске қосылу жеңіл. Басталып жатқан істер олар мына шағын компьютер жасау. Ол мына ұялы телефонның технологиясын қолданып жатыр. Ұялы телефонның технологиясында көп мынау компьютерге қажетті микросхемалар керек емес, шағын микросхемалар. Олар шағын 5, 6, 9, 10 операцияны жасайды. Сол 10 операцияны жасайтын сондай кішкентай модульді схемаларды біз балаларға жасап үйретуіміз керек. Соны жасап үйретіп, осының басынан біз қосылып кетсек, ол үшін бізге мына ең болмаса ұялы телефонның ішіндегі микросхемалардың ішіне біз өзіміздің үлесімізді қосып, соның бәрін талдап, мен кеше ғана әңгімені қозғап отырғанмын. Біз қазір бір журнал шығарып жатырмыз, білім әлемі деген. Соның ішіне мынау Nokia телефонының технологиясын толық жазып беруге мен мысалы өзіме мақсат қойып отырмын. Қалай жасалады, қалай құрылады, оның маған кім жәрдем етеді, мен енді оны жолын іздеймін. Сол жерде, сол журналдың ішінде қандай технология қалай жасалады, басынан аяғына дейін көрсетсек пе деген мақсат қойып отырмыз. Мысалы, жақында біз мына Кёджи деген выставка болды. Сол жерде көптеген технологиялар, ол дегенің ақылды технология емес, ол қарапайым технологиялар. Соны біз неге жасамаймыз? Оны жасауға болады, жасау керекті. Бұл жерде біріншіден заңды жолы бар, екіншіден оның мынау талаптары бар. Талаптары мысалы сапасы деген сияқты, а заңды жолдары ол стандарт деген болады. Мысалы, мынау стандартпенен, біз қазір енді адамзат болғаннан кейін барлық жерде қандай да іс болса да стандартқа бағындыруға тырысамыз. Өйткені ол, мысалы, осы біздің елдегі трубаға қажет бір зат Қытайда шығып жатыр. Қытайда шығып жатқан бір затқа Европаның бір заты біріне сәйкес келу керек. Сол стандарт дейді. Сонда сол стандарттың мына патентная технология деген болады, патентісі болады. Содан кейін оның авторлық құқысы болады. Сол сияқты көптеген мынау өнімдерді лицензия арқылы патент жасап қойған. Бірақ бұл патент жасаудың жолының ішінде де өзгеріс енгізуге болады. Мысалы, қарапайым затты бір адамның басына ғана келген емес, ол басқалар неге шығаруға құқысы жоқ. Бұл жерге кішкене ғана өзгеріс жасап, сол заттың басқа екінші патентін алуға болады. Сол арқылы авторлық уже туынды болып кетеді мысалы. Өйткені ол қарапайым іс дегенің ол бір бала адамның ойына келіп, бір адам оны меншіктеу мүмкін емес ойда. Ол дегенің мысалы сол мынау Кёджи выставкада неше түрлі мынау есептегіштер, неше түрлі. Оның схемасын мектептегі оқушылар біледі. Бірақ оның патент арқылы, мынау бренд жасау арқылы, одан кейін барып оның мына имидждік маркетингтік жұмысы арқылы, ол тек қана бізге, біздің мына трубаларымызға лайықты тек қана мынау Голландияда жасалған құралдар екен. Ол мүмкін емес. Ол деген адамның психологиясын айландырып қойған зат. Егер ол маған өте қажет болса, мен оның сапасын да, нақтысын да мен де жасай аламын, сен де жасай аласың. Кез келген мынау үйім осы мақсат қойса, оны жасай алады. Оның, мысалы, мен жасадым, неге Голландияның затын қолданбады десе, онда мына кісінің авторлық құқысы бар. Өйткені оның тура сен жасаған заттың кішкене ғана өзгерісін жасады. Сондай мақсат дұрыс қойылмай отыр ма, жоқ әлде мүмкіндік жоқ па болған? Мүмкіндік болған кезде бізге мына кезінде Королев не жасап шығарды ғой, мысалы, спутник жасады, конструкторлар, ракета жасады, осындай мынау прорыв дейді ғой, прорыв жасау үшін, мысалы, Америкамен қалай салысуға болатын еді, осындай, ол да ракета жасап жатыр, біз де ракета жасап жатырмыз. Ол ракетаны жасайтын керемет маман. Бұл істі басқаратын маман болу керек, білгір маман болу керек. Біз қазір маманды нақтылап, мамандықты нақтылап, мамандың құндылығын түсінуіміз керек. Бізде қазір бәрі менеджер, бірін-бірін басқарады. Сол 5-6-10 адамның астында бір кішкентай маман отыр. Сол маманның тамағын бермей, жұмысын тартып алып, біз жасадық деп атағын жамылғысы келетін көп адамдар бар. Бұндай іс мен басынан өтті, оны мен ашып та жатырмын, жазып та жатырмын, күліп те жатырмын. Бірақ жағдай солай. Қазір біз Циолковскийді, Королевті сол үйімді басқартып қоймай,
сол тізгінін жұрттың маманға бермей, біз мына менеджерлік іспенен талай неге бармаймыз. Менеджерлер аз болу керек. Менеджер деген өте керемет зат. Бірақ олар көп болмау керек. Арасындағы бір менеджерді басқарады, бір менеджерді басқарады. Ананың астындағы менеджер мүлдем топас болады. Төбесіндегісі дұрыс, өйткені бізде керемет жақсы бағыттар керемет қойылып жатыр. Мысалы, қандай да бағытты алып, қандай да жұмыс қойсақ, оның бәрі керемет. Бірақ төменге жеткенше езіліп, ол сол маманны табылмай, кім маман екенін білмейді. Маманның ақшалақысы дұрыс болу керек. Содан кейін маманның сапасын анықтайтын жүйе болу керек. Мысалы, қазір патенттік жүйе дегенде өзі бір қызықтар бар. Мысалы, мынандай бір қызық патент бар екен. Қойдың салмағын анықтайтын амал дейді. Ағашты қойып қояды екен де, мына ағаштың астынан өтсе, оның салмағынан екен. Ағаштың астынан өтсе, оған лайықсыз екен. Іріктеу. Сол амалда патент алған соған мысалы. Сол сияқты қызықты патенттер бар. Бірақ бізге енді ол күлкі емес қой, енді бізге нақты білімді, мынау болашақта мынау ой деген өте құнды зат. Мына білім деген құнды зат. Бізде өте ойшыл, білімшіл азаматтарымыз көп, соларға дұрыс жол көрсетіп, мына білімде көптеген лабораториялар, тәжірибелік лаборатория болу керек. Мына білім беру жүйесінің өзі мынау 50 минут кірет шығады бала. Анау бір конвейер сияқты. Бұл жерде лабораторияға арнайы белгілі бір сағатты нақты 50 минутпен байламай, мысалы, мына білім беру жүйесінде. Осы лабораториялық жұмысқа, мысалы, 24 сағат бердік та, қажет па саған бір апта отыр, қажет па саған бір ай отыр, қажет па сен барып кітабыңды оқып соңын келіп жасайсың да, баланың жұмыс орны болу керек. Сол жерде істелетін мақсат жұмысы болу керек. Ол мына шешімді іздеу керек, ойлау керек, ізденіс болу керек. Ізденіс болған жерде балаға сол ізденіс жасауға жағдай жасау керек. Білім беру жүйесін жөндеу керек. Жаңа әңгімеміздің басында мынау IT саласында Қазақстан әзірге тұтынушы деңгейінде тұр. Иә, тұтынушы деңгейінде. Ал енді сол тұтынушының деңгейінің өзі қай жаққа жетіп отыр қазір? Бұл жерде, бұны айта берсеңіз, бұл көп әңгіме. Мен өткен жолда айтып кеттім, бұны тұтынуда, ең болмаса тұтынып үйренуіміз керек. Бұны біз ең болмаса мына дайын затты жеп, қорытып, жағдайымызды жақсартуымыз керек. Бұл витамин жеген сияқты ғой өмірде. Мынау көзімен өзіңе езіп жемей, дайын затты жұту. Бұл жерде көптеген сіздер сияқты осы мынау нелер болу керек. Бағдарламалар болу керек теледидарда. Теледидарда біз мені көріп отыру, сізді көріп отыру мақсат емес. Бұл жерде үйрету жобалар болу керек. Үйрету. Мысалы, үйрету жобаны жасау бізге кішкене, мысалы, бізге жаса деп айтса, ол уақытты талап етеді, ол қаржыны талап етеді, біраз уақыт кісілерді жұмылдыру керек. Сол арқылы бұл жерге мынау жоба жоқ болып отыр. Мысалы, сол жобаға мен біраз көтердім. Мына қарапайым адамдарға білімді, ақпараттық технологияны үйрететін біз программа жасайық. Ол дегенің күні арасында мынау реклама сияқты айнала берсін теледидарда. Айнала берсін, елдер көре берсін, құлақ ести берсін, көз көре берсін. Адам әдеттену керек. Әдеттенбей, мынау компьютерден қорқатын адамдар бізде әлі де бар. Қорқады кәдімгідей. Ой, мен уже бұл жақтан кетіп қалдым дейді. Қалай бұл жақтан кетіп қалуға болады? Бұл біздің өміріміз. Ол 1 жыл, 10 жыл емес, ол дегенің әр сәтіміз осы компьютермен қазір байланысты болып отыр. Бұл сәтті дұрыс қолдану керек, дұрыс беру керек, үйрету керек. Мысалы, Мұхтар аға Шахановқа тәуелділік бар, иә, дегенмен де осы салаға. Тәуелділік, білмеуге тәуелділік бар. Мұхтар аға Шаханов бар ғой, өткен жолы аға мен сізге келіп 3 сабақ үйретейін дедім. Менің ісіне. 3 рет келіп, ол кісіге жағдай үйреттім, 3-ші ретінде ол кісі кішкене ауырып қалып қалды, сонымен 3-ші сабағым қалып қалды. Сол аға, сіз интернеттің ішінде жүруіңіз керек. Міне сіз туралы сөйлеп жатыр, сіз туралы жазып жатыр. Осыны аға айтады, маған өмірімде де жетіп жатыр дейді. Мақұл енді жетсін, бірақ бұл саланы қолдану керек. Бүгінде Қазақстанда IT компаниялар бар. Олар нақты немен айналысады? Бізде мысалы IT компания, Алматының IT компаниясы десек, Logicom, Malser, Alsi, тағы да біраз компаниялар, олар көбіне сол жинайды. Одан кейін барып, Alsi бір ретінде
өздерінің бір стандартын жасады. Олар бір жол тауып стандарт жасады да, мына клавиатура деген бар. Алсидің клавиатурасы Алси деп шықты. Сонда ол клавиатурада енді стандартқа енгізді ғой. Сонда стандартқа енгізу жолы, мына біреудің жасағанын біз кішкене басқаша жасаймыз да, өзіміздің стандарт жасаймыз да, өзіміздің авторлық құқығымызды аламыз. Олар алған авторлық құқысы анау Пава деген компьютерде өшіретін батырманы, мына әдеттегі бүйтіп енді көп машықтанған адамдар қарамай ақ істей беріп бүйтіп. Сөйтсе қолының астында Пава тұра қалды, компьютер сөндіретін. Байқамай тиіп кетсең компьютер сөніп қалады. Сондайда бір өте қызық, қажетсіз стандартын жасады, бірақ қалай болса да олардың стандарттары болды. Жалпы бізде мынау Қазақстанға шеттен мынау өзіңіз айтып отырған жаңа компьютерлер, жаңа түрі, жаңа үлгіде, ұялы телефондар, жалпы техника келіп жатқан кезде өзіңіз бірінші соны алып көріп, тексеріп көруге ұмтыласыз ба? Біріншіден, мен өз басыма келген болсам, мынау советтік ЕС-тен бастап, барлық компьютермен қолынан өткен. Ол менің меншігімде болған. Бұл енді біріншіден, біз енді мына солтүстіктің алдында келе жатырмыз, қалай болса да қажеттіліктен туады. Бұл қажеттілік маған туады. Ал әр адам өзіне затты керек болғанда ғана тұтынады. Мен керек қылған затты басқа адам керек қылып жатқан жоқ. Сондықтан менің ұмтылған жағым, ол мысалы мамамның жұмысы болып отыр. Қазір мысалы мені қызықтыратын параллельный технология біздің телеком сатып алды. Параллельс деген программа сатып алды. Сол арқылы виртуалды сервер жасайды қазір. Дейта центрда виртуалды сервер жасайды, 50 гигабайтқа бір виртуалды сервер жасай салады да, сөйтіп бір компьютердің ішіндегі орындарды сап жіберді. Мынау бір компьютер болса, соның ішінен виртуалды сервер жасап, елдерге виртуалды VPS деген жасап жатыр. Бұл енді елде көмек жасап жатырмыз деп жасап жатыр, бірақ бұл жерде бейімдеуі жоқ. Өткен жолы айттым ғой, 70% бейімдеу болу керек. Бұның ішінде мына қазақтарды кіргізіп, мен сияқты мына мысалы біздің үйімде кіргізіп, сол жерде мынаны бейімдеп бер десе, біз оның жазуын жазып, үйрететін жазып, елге қолдануға жағдайын жасап береміз. Олар жасауын жасай салып ала салыңдар дейді, мысалы. Оны алу елдер аламайды, оған маман болу керек оны алу үшін. Екіншіден, біреуге ақша төлеу керек оны қолдану үшін, көз жұмып кіріп, біреуге ақшасын төлеп, интернеттен сайтымды шығарып берші деген жағдайда отыр қазір. Соны алған адамдар. Бейімделуі жоқ. Бейімдеуге ақша бөліну керек. Соның ішінде 70% бейімделу ғана болу керек еді. Олар қазір сол технологияны алып та келіп қоя салып та қолданып отыр. Менің мысалы қазіргі істеп жатқан салам сол VPS болып отыр. Ал оны VPS барлық адамға керек емес. Сондықтан мен қазір телекомға айтып отырғаным сол, біз сіздерге бейімдеп берейік соны. Соған ақша бөліңіздер, өйткені ол деген қомақты жұмыс. Жалпы жаңа әңгімеміздің барысында осы тәуелділік туралы айтып өттік. Жалпы шыны керек, бүгінгі мынау заман талабы болғаннан кейін ба, әрбір адам ақпараттық технологияға қатты тәуелді болып қалдық. Оның ішінде компьютері болсын, компьютеріне жұмыс жасаймыз, бәрін ішіне сақтаймыз, жинаймыз, ұялы телефон. Тіпті бір күн қалып кетсе, ұялы телефон ешкімге керегі жоқ, сұрауы жоқ адам сияқты, әйтпесе немесе бір жұмысың бітпей қалатындай жағдайға жетіп отырмыз. Қала берді, жаңа бүгінгі күн ол ертеңгі тарих. Бүгін жасалып жатқан жұмыстың бәрі, міне тіпті бүгінгі қазір жасалып жатқан бағдарламаның өзі болсын, ертеңгі тарих болғаннан кейін ол архивте сақталу керек. Сақтау жағында біз осы компьютерлерге әкеп қойып қойғанбыз. Осының тиімділігі. Бұл жерде мына қандай да бір өндіріс болмасын, өндірістің қасында қатар дамып келе жатқан салалар болады ғой. Мысалы, даже мұнайды өндіреміз, әкелеміз дейді, мысалы мұнайды тек қана біз жасай аламыз деп, мысалы инвесторларды шақырып жасатып жатырмыз. Бұл жерде көптеген анау тамағына дейін қазақтар жасап беру керек қой, киіміне дейін тігіп беру керек қой. Сол сияқты көптеген қатар туындайтын істер болады. Бұл қатар туындайтын істер де IT саласына тиісті болып жатыр. Бірақ көбіне бұл басқа мамандарға тамақ болып отыр, жұмыс болып отыр. Мысалы, біз қазір сайт жасап жатырмыз, елдер мысалы интернетке тартып жатырмыз. Сол жерде бір жұмыс бітпей, екінші жұмыс уже ары қарай нетіп жатыр, негізделіп жатыр.
Мысалы, программисттердің жұмысы әлі де интернетте біткен жоқ. Көптеген жұмыс бар әлі. Бірақ біздің қазір блогерлеріміз, журналистеріміз жұмыстың бәрі біткен сияқты үстінде ойнап жүр. Біз енді интернеттің бостандығы үшін деген қозғалыс қозғап жатыр. Бұл жерде көптеген техникалық мәселе шешілмей жатыр. Әлі журналистерге бұлай еркін жүруге мүмкіндік жоқ. Өйткені бұл саясат, көп жерде саясат. Мысалы, WordPress дейді. WordPress-тегі жүрген блогерлер, олар біздің Қазақстанда неге жүрмейді? Ол деген реклама ғой. Ол жарнама арқылы келетін қаржы ғой. Ол біздің еңбегіміздің, программистердің еңбегі ғой. Соның бәрі жасалмай жатыр, біз шетелдік құралдарды қолданып ойнап жүрміз. Бұл саясат, оның ішінде экономикалық мәселе астарлығысы шешілмей жатыр. Біз әрине Американың платформасына барып, өзіміздің сайтымызды жазып, жарнамамызды жазып ойнай берейік. Мына ел, қазақтың елі. Одан ешқандай келет кетер пайда жоқ. Сол біздің ең алдымызға қоятын елдік мүдде болу керек. Елдің мүддесі мынау IT технологиясының ішінде компьютері болсын, интернеті болсын, мынау журналистің еңбегі болсын. Бұның барлығы елдік мүддеде болу керек. Елдік мүдденің ішінде мына арғарай сөйде жасалатын еңбектің бәрін қазақтар жасау керек. Оны жасай алады да, оны сақтау керек. Оның ішінде қазақтың заңгері жүру керек, қазақтың журналисті жүру керек. Астындағы жасаған құрал қазақтың программисті жасау керек. Қазақтың мүддесі ақталған жерде бұл саланы қазаққа дұрыс дамытып жатырмыз деп айтуға болады. Әзірге біреудің көкірек ұрғаны бекер. Біз бәріміз дұрыс емес жағдайда отырмыз. Айгүл ханым, әңгімеңізге рахмет. Біздің бағдарламаға берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Енді еңбегіңізге табыс тілейміз. Рахмет сізге. Ардақты ағайын, студиямыздың бүгінгі қонағы IT саласындағы маман, программист Айгүл Құлхаева болатын. Мен өздеріңізбен хабарымыздың келесі сандарына дейін қоштасамын. Амандықпен жүздескенше.